алашың атын шығарған ардақты ағайындар. Туған жерім тұғырым, туған елім қыдырым десе, бүгін мінекей туған жерімізде қазақтың қазыналы той бастап алғанда той құтты болсын, той жасап жатқан Алхатовтар білеті жасай берсін деп дұғыл шапалақпен бастайық. Той құтты болсын. Иә, тағы да кеш жарық дейміз. Бар қос тойға жақсы тілегін арқалап келген тойдың төріне енген жақсылар мен жайсаңдар. Жаңа құдалық басталып, тойымыз тойға басып, енді ұзату тойдың куәсі болғалы жатырмыз. Олай болса, айналайын әппағым таусылмайтын тақпағым құтты болсын сұрайыны. Жаңа елді тапқаның деп, бой жеткен қырмызы қызғалдақ үшін, той жасап жатқан Алхатовтар әулеті үшін бір ду болып шапалақ болсын. Қош келдіңіздер! Үлкен рахмет. Жақсымен өткен бір күнің, бақытты мұң күнің дейді халқымызда. Ардақты ағайындар, бүгінгі кеште еліміздің жақсылары менен жайсаңдары бас қосып жатқанда, елдің алғысын алайын деп, баладай көңілмен даладай дастархан жайып отырған әулетті жақынырақ таныстырып өткенді жөн көріп отырмыз. Қазақ үшін киелі мекен Бәйдібек өңірінің тумалары бүгінде миллиондар қаласына айналған Шырайлы Шымкент қаласының тұрғындары, Сыргелінің ішіндегі Батыр елінің көшін жалғастырған Оңғар атамыз бенен Үрзада анамыздың асыл ұрпақтары Алхатовтар әулетінде қазағының қазыналы той бастап алды. Баршамызға жар салып, әдемі дастархан жайып, желтоқсан айының әдемі кешінде думанды тойды елменен бөлісіп жатқан, жақсылықты бөліссек көбейет деген сөзді ұрандатып келген сіздер менен осы қуанышты тойды тойлап жатқан Марат ағамыз бенен Айша әпкеміздің бүгін қуанышты күн ағайын. Себебі қыз бой жеткенде елін серігін тауып, құлағымыз сырға тағылған сәтте біздің қыз бой жетті екен, нағыз елде кет бара жатыр екен деп жүректер толқып жүр. Олай болса, қыз ұзатып жатқан Марат ағамызға, Айша әпкемізге той құтты болсын дейміз. Алланың өзі берген үш қызды бір ұлдың маңдайынан сүйген бақыт ата-ана бүгінгі тойдың иелері, дастарханның төрелері. Ал райынадай сұлу қызға көз салып, сөз салып, сыңғырлатып сырғасын тағып, білегінен алғашқы болып ұстаған, өмірдің ыстығын суығын бірге бөлісеміз деп, бірге қадам басып жатқан Ернұрдай азамат емес пе? Кіші жүз табын елінің туын биік ұстаған сері жігіт емес пе? Сол сері жігітті қолдап білген құдалар төрге шықты емес пе? Әрине, ендеше құрметті жаңа құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын деп, ағай туыс бауырдың атынан, нағашылардың атынан, жаңа құдалардың құрметі үшін қол шапалақ ұрып қояйық ардақты ағайындар. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Ал енді бүгінгі тойдың жарық жұлдызы, осы әулеттің құндызы, бақшадағы қырмызы қызғалдағы, қанаты қатайған қарлығашы, Райына қызды ортаға шығаратын да сәт келді. Қыз көші көрікті болсын деп біз ән салайық. Өмірде де өнерде де сыйлы ана жар болып жүрген Дана Мақатаеваға қолға салайық. Әдемі әнменен қыздың қолынан ұстап ортаға келетін болады. Қыз бақытты болсын деп бір Алладан сұрайық. Ал ардақты ағайындар, Райына қызымыздың барған жерде баға шылсын дегендеріңіз орындарыңыздан тұт тұрып, Райынаның құрметі үшін қошемет аямай ұратын боласыздар. Дана Мақатаеваның әнімен келе жатқан Райына қыз ортада.